Қаскелен қаласында Наурызбай көшесінің бойында номері 25, 27, 29, 31 тұрғын үй кешендерінің жанында абаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы жерде 400 шаршы метр көлемінде балаларға арналған ойын алаңдары менен спорт алаңдары болады. Тұрғындарға ыңғайлы болу үшін орындықтар, қоқыс салатын жәшіктер, жаяу жол жүретін жерде жарықтандыру орнатылады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бейне бақылау камераларды орнатуға жоспарланып жатырмыз. Жұмыс 26 сәуірде басталды, бұйырса 26 маусымда аяқталады. Нысанның жалпы жобалық құжаттамасы 2023 жылы жасалды. Жалпы құны 98 миллионды құрады. Қазіргі таңда конкурс жариялау барысында ТО СК әлем мердігері 79 миллионға ұтып алып, қазір келісімшарт жасалды. Жұмыстар жүргізілуде. Бұған дейін Қаскелен қаласы бойынша 2023 жылы 3 нысанның құрылысы аяқталып, қолданысқа берілді.